80 жыл бұрын Қызыл армия Украина жерін неміс фашист басқыншыларынан азат етті. 1944 жылдың 28 қазанында Шығыс Карпат операциясы аяқталып, Украин КСР фашистік оккупанттардан толық азат етілді. Украинаны азат етуге бағытталған кеңес әскерлерінің қарсы шабуылдары 1943 жылдың жазында басталды. 23 тамызда Харьков, 8 қыркүйекте Сталина, 23 қыркүйекте Полтава, 6 қарашада Киев азат етілді. 1944 жылдың 2 ақпанында Қызыл армия Ровноны, 10 сәуірде Одессаны, 27 шілдеде Львовты, 27 қазанда немістер басып алған соңғы ірі қала Ужгородты босатты. Фашистік оккупация кезінде Украина жерінде 3,2 миллионнан астам бейбіт тұрғын қасақана өлтіріліп, шамамен 2,5 миллионы Германияға жұмысқа күштеп әкетілді.